Бөлім, демалыс, мәдениеті, сабақтың тақырыбы, мәтін және сөйлем, мақсаты, тыңдалған мәтін бойынша Неге қалай бөлім дегенде? Бөлім деген соң, бөлім деп оқиды ғой. Сәкен жазғы демалыста ауылға барды. Ауылдың табиғаты да әсем. Айнала көк шалғын, қалың тоғай, сылдырлай аққан тау өзенінің суы да таптаза. Су түбіндегі ұсақ тастар мөлдіреп көрінеді. Ол күнге қыздырынып, суға шомылды. Атасы мен әжесіне көмектесті. Демалыс көңілді өтті. Бұл мәтіннің мазмұнына сай, ауылда немесе көңілді демалыс деп атауға болады. Мәтін құрылымын байқату. Негізгі ойды беру формасы сөйлем екені, мәтіннің басқа, ортаңғы, негізгі, соңғы қорытынды бөліктері болатыны. Сурет сабағы болып жатыр. Мұғалім еркін тақырыпқа сурет салуды тапсырды. Дәурен қолына қарандашын алды. Оның көз алдына жақында өзі көрген тиын елестеді. Әсіресе үлпілдеген әдемі жүндерімен жылт-жылт еткен көздері қандай сүйкімді. Дәурен асықпай тиынның суретін сала бастады. Сурет мұғалімге де, басқа балаларға да ұнады. Тірі тиыннен айнымайды ғой, деп бәрі таң қалды. Бұл мәтін. Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Сурет сабағы болып жатыр. Мұғалім еркін тақырыпқа сурет салуды тапсырды. Бұл мәтіннің басталуы. Дәурен қолына қарындашын алды. Оның көз алдына жақында өзі көрген тиын елестеді. Әсіресе үлпілдеген әдемі жүндерімен жылт-жылт еткен көздері қандай сүйкімді. Дәурен асықпай тиынның суретін сала бастады. Бұл мәтіннің негізгі бөлімі. Сурет мұғалімге де, басқа балаларға да ұнады. Тірі тиыннен айнымайды ғой, деп бәрі таң қалды. Бұл мәтіннің соңы. Сөйлем, хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем. Хабарлы сөйлем, мақсаты, хабарлау. Мысалы, биыл көктем ерте шықты. Сұраулы сөйлем, мақсаты, сұрау. Мысалы, Қанат қаладан қашан келдің? Лепті сөйлем, мақсаты, адамның көңіл күйін, сезімін білдіру. Мысалы, Әлақай, атам келді. Тыңдалым, мәтінді тыңда. Біздің бәрімізде мерекені жақсы көреміз, оған дайындаламыз. Халықтық мерекелер: 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан тәуелсіздік күні, 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні және басқалары. Сонымен бірге кәсіптік мерекелер бар. Жыл сайын әр түрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер, тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Бұл күні мерекелік жиналыс, салтанатты кеш өтеді. Үздік жұмысшыларға, қызметкерлерге атақ және сыйлықтар беріледі. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. Мәтін мазмұнына сәйкес атты анықта. Мәтіннің қай түрі? Мәтін бөлшектерінің атауын толықтыр. Үлгі дәптермен жұмыс. Мәтінді көркем жаз. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді тауып жаз. Бұлар жай сөйлемнің қай түрі екенін айт.
Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Мәтін түрін анықта. Бірінші мәтін. Ақ бөкендер ен даланы мекендейді. Олар топ-тобымен жайылады. Кәрі ақ бөкендер қарауылда тұрады. Қауіп төнгенде пысқырып дыбыс шығарады. Екінші мәтін. Ақ бөкен қойға ұқсайды, бірақ оның басы үлкен, тұмсығы жалпақтау, артқы аяқтары қысқалау, көздері мөп-мөлдір. Балалар, ойланып жауап береміз. Жазылым. Лепті сөйлемді бір бағанға, хабарлы сөйлемді бір бағанға толтыр. Берілген сөйлемдер. Халық патшаны тыңдайды. Неткен керемет. Сапары сәтті болды. Керемет өмір деген осы. Алақай, атам келді. Сапарың сәтті болсын. Менің ботам. Атам келе жатыр. Күнім менің боташым. Уа халайық. Мысалы, лепті сөйлем. Неткен керемет. Хабарлы сөйлем. Халық патшаны тыңдайды. Әрі қарай өзің ойланып, жалғастырып жаз. Шығармашылық үзіліс. Сөздердің ара жігін ажыратып, мақалды жаз. Ойланып жауап бер. Сөздерді тиісті орынға қойып, сөйлем құра. Берілген сөздер: жылға, толды, нөсерден, кейін, суға. Оқушылар, ойланып, дәптерімізге жазамыз. Үй тапсырмасы. 95-ші бет, 3-ші жаттығу. Балалар, бүгінгі тақырыпты меңгеруде өзіңді жетістіктің қай баспалдағынан көре аласың? Ойлан.